Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге ілмекті диуретиктер талқылайтын боламыз. Достар, видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Жалпы классификациясы қандай? Торасемид, фурасемид, буметанид, перитонит, этазарин, этакриновая кислота деген препараттар осы ілмекті диуретиктерге жатады екен. Негізгі әсер ету механизмі гене ілмегінің жоғарылаған бөлігіне әсер етеді. Гене ілмегінің жоғарылаған бөлігінде бізде натрий, хлор, калий реабсорбцияланады екен. Реабсорбция дегеніміз осы микроэлементтердің зәрден қанға кері сіңірілуін айтамыз. Енді осы ілмекті диуретиктер натрий, хлор, калий жолын тежеп тастайды. Натрий қанға өтпегендіктен зәрде қалып, өзімен бірге 8 электрон суды байланыстырып, диурезді көбейтіп жібереді екен. Нәтижесінде науқас неге кіші дәретке көп барады екен. Жалпы біздегі фармакологиялық эффектісі веналардың расширениесіне алып келеді. Жалпы қысқаша айтқанда механизм действиясы мынандай достар. Натрий кірмейді, натрий сыртқа шықса ол суды бірге алып кетеді, науқаста диурез көбейеді. Енді көрсеткіштер қандай? Көрсеткіштер бізде көбіне ісіктер кезінде қолданамыз, отектар кезінде қолданамыз. Ол қандай ісіктер? Өкпе ісігі, созылмалы жүрек жеткісіздігі болған кездегі ісік, ол кезде гидростатикалық қысым жоғарылайды. Нефротикалық синдром болған кездегі ісік, ол кезде нефроннан белок шығып кетеді. Зәрге белок шықпендіктен онкотикалық қысым төмендеп, науқаста ісік дамиды. Бауыр циррозы болған кезде бізде белок өндірісі төмендейді, онкотикалық қысым тоже төмендеп кетеді, науқаста ісіктер болады. Периферический отектар кезінде де біз қолданады екенбіз. Тағы бір показаниясы, ол өте көп қолданатын, ол гиперкальцемический криз, сосын ауыр гиперкалемия кезінде. Неге ауыр гиперкалемия кезінде қолданамыз? Себебі бұл петлевие диуретики калийді сыртқа шығарып жібереді. Калийді реабсорбциямайды. Өзі де гиперкалемия кезінде қанда калий көп болғандықтан бізге уже артық калий керек емес, оның бәрін шығарып тастау керек. Осылай әсер етеді екен. Негізгі жағымсыз әсерлері мынандай. Натрий, калий, кальций, магний деңгейі төмендейді. Сол үшін біз биохимический анализда бұл осы микроэлементтердің деңгейін қарап отыруымыз керек. Глюкоза мен зәр қышқылы жоғарылайды. Сол үшін диабеті бар науқастарда біз ілмекті диуретиктерді қолдана алмаймыз. Екіншісі подагра кезінде де сондай, өйткені зәр қышқылының қанда деңгейін көтеріп жібереді. Сосын подагра кезінде біз вообще осы петлевие диуретиктерді науқасқа жолатқызбаймыз. Келесі әсері, оның жағымсыз әсері атотоксичность, яғни құлаққа әсер етеді, құлақ естімей қалуы мүмкін. Яғни кішкене ғана әсер етеді құлаққа, ол препаратты алып тастағаннан қайтадан орнына келеді. Қалған побочный эффектісі гиповолемия, эксикоз, гипотензия. Осындай жағымсыз әсерлері бар екен. Достар, назарларыңызға көп рахмет.